Мгм. Мгм. Так, бисмиллахи-рахмани-рахим. Енді мен негізі бауырларға тағы да айтып кеткім келеді. Осы жерде осы TikTok майданында жүрген мына бауырларымыз негізі сол атеистерге қайтарып жауап беріп жүрген, мына бауырларымыз артынан өзі тартып жүрген, переживать етіп жүрген, уайымдап жүрген қазақ азаматтарынан негізі өзім алла разы болсын дегім келеді. Естіліп тұр дауысым, иә? Иә, естіліп тұрсың. Аха. Сол енді басынан бастайтын Бұл болсақ, жерде ұстаз енді атеистерге жеңіл тұсын айтып берейін жігіттер. Негізі бізде үлкен классикалық еңбектер бар, үлкен классикалық еңбектер. Бұл еңбектерге негізі ешкімнің қолы жете қоймады әлі. Бұл мысалы Тапсиратул Адилля Абу Му'анна Насафи деген сияқты, Абу Баракат Насафи И'тимад фил И'тиқад, Имам Ғазалидің Ал-Иqtisад фил И'тиқад деген еңбектер көп, енді еңбектер бар. Ол жерде атеистерге не болмаса Құдайды жоққа шығаратындарға, болмаса агностик, жаңағы эмпирикалық құжаттарға негізделген атеистерге қалай жауап беру идеясы бәрі қарастырылып кеткен. Сол сіздерге баяндап берейін, қалай жеңіл жауап беруге болады оларға. Істемей тұр ғой деймін да? Муслим, сіз естіп тұрсыңдар ма мені? аға естіп тұрсыз, ұстаз айта беріңіз. Ұстаз. Айта беріңіз. Негізгі идея мынау. Мына біздің ғалымдарымыз осындай нәрседен бастайды. Мен арабшаға келетін болсақ, хақайқул ашия сәбита деген идея бар. Бұл не? Біз негізі сіздер сабақтың не басталмастан бұрын, жалпы біреумен атеистпен сөйлесіп жатсаңыз, әрбір заттың ақиқаты бар ма деп сұрап алу керек та. То есть белгілі затта ақиқаты, объективті ақиқаты бар ма деп айту керек та. Мысалы, мынау бутылка, екеумізге де бутылка ма, маған да бутылка, саған да бутылка деген сияқты идеяны тастап алу керек. То есть бір объективті ақиқат бар ғой, әлде жоқ па деген идеяны келтіріп алу керек та. Егер бір объективті идея жоқ, ондай жоқ, то есть даже көрудің өзі оған басқа ақиқат айтып тұрса, ондай болатын болса, оған айтады, олармен қалай айтсақ болады, мысалы оларда бір денесіне ауыртсаң, деп айқайлайды ғой. Сол кезде жоқ, сен ақиқатты мойындап тұрған жоқсың, оны бір ләззат, өзіне бір келе жатқан рахат деп түсін. Бір аурудың ақиқаты жоқ деп елестет деп айтамыз да, ол бірақ жете алмайды, иә? Демек ол ақиқатты мойындайды, просто тәкаппарлық танытып тұр, ақиқат жоқ екен деп. То есть ақиқатты мойындатпаған дұрыс бір нәрсенің. Оның айтасыздар. Сол ақиқатты қандай жолмен біле аламыз? Яғни заттардың ақиқатын бар деп айтатын болсақ, сол ақиқатты қандай жолмен білуге болады деген идея тұрады. Ойда ғалымдарымыз айтады, ақиқатты жолды білу үшін дейді, 3 мәселе қарастырылады дейді. То есть осы 3 құрал ақиқатты білуге керек болады дейді. Егер сұрақтарыңыз болатын болса, қойып отырсаңыздар болады. Ол 3 құрал. Біріншісі бұл 5 сезім мүшесі. Бұның негізі енді эмпирикалық әдістерге негіз болатын нәрселер дейді. Бұл жаңағы көру, ескеу, дәм тату, есту, және стап көру деген сияқты. Эмпирикалық әдістердің негізге осыған тіреледі. Екіншісі бұл хабар мутаватир дейді. Хабар мутаватир емес, бұл көп хабардың келуі сол белгілі бір ақиқатты айтады дейді. Ол мысалы бәріміз Лондонда болмағанбыз, бірақ Лондон бар ма біз үшін? Иә, бар. Бірақ біз Лондонды көрмегенбіз, Лондонды естімегенбіз, то есть естігенбіз, бірақ Лондонда жалпы ішінде болмағанбыз, бірақ сіз қазір Лондонның бар екенінде мүлдем күмәнданбайсыз да. Тура сол сияқты жаңағы 5 сезім мүше. То есть мен қазір көзбен көрем, маған бутылка, саған да бутылка. Маған бұл бутылка болып, саған машина деген идея қарастырылмайды. То есть 5 сезім мүшесі және хабар мутаватир, және үшіншісі бұл ақыл дейді. Енді ақылды қазір по-разному философтар не болмаса мынау не дейді ғой, атеизмде, болмаса қазіргі атеизммен болып жатқан көптеген диспутқа түсіп жүрген жаңағы философтар дедукция ретінде қолданады. Атауы дедукция. То есть ақыл, логика не болмаса дедукция ретінде қарастырылады да. Так, енді бұл ақыл қандай бір ақиқатты бере ма дегенде, ақыл белгілі түрде ақиқатты береді. То есть жаңағы 3 құрал ақиқатты береді. Бұл хабар мутаватир, бұл 5 сезім мүше және ақыл.
Енді жарайды, мына хабар мутаватирді шетке сырып тастасақ болады. Бізге қазір ол керек жоқ, жалпы. Сіздер атеисттермен сөйлескен кезде. Қазір сіздерге керегі бес сезім мүше мен ақыл идеясы. Енді осы екеуі жұмыс істейтін майданы полясы әртүрлі, бірдей емес. Мен мына бауырларға да айтқым келіп отыр, тыңдап отқан. Тыңдасаңыздар, негізі Алланың бар екенін бекітуге болады. Қазір менің алып келе жатқан жолмен. Айтады, бес сезім мүшені жігіттер неге қолданамыз? Бес сезім мүшесі бағана айтқандай, не бар қазір данный момент алдымызда? Соны көру үшін, не сезу үшін, материалды заттар үшін қолданамыз. Материалистер осы бес сезім мүшесінің негізінде жұмыс істейді. Қайда бес сезім мүшесі бар, сол жерде материалистер бар негізі. То есть, каждый сам по себе материалист бұл бес сезім мүшесінің негізінде ғана қалып қалады да болды. Ұстаз, сөзіңізді бөлгенім айып етпеңізші. Муслим бауырым осындасың ба? Иә. Анау эфир ашып отқан неңнің суретті камерасын жабасашы былай. Что-то сенен сет қатып жатыр ғой деймін. Оған емес, одан болып тұрған жоқ, қазір тағы көрейікші, сен жөндеп жатыр. Суретті алып, әшін простой қойырсашы, жабасашы камерасын. Айта беріңіз, ұстаз болды. Енді, демек, бес сезім мүшесі не бар алдарыңызда материалды заттар үшін қолданатын болса, ақыл нені дәлелдеу үшін қолданады деген сұрақ туады. Сол кезде ақыл бұл негізі жалпы метафизика саласына қарай кетеді де материалды емес заттарды қолдану үшін бекітіледі да ол. То есть бұл біз шариатта ғайбат дейміз, ғайып нәрсе, қазақта ғайып нәрсе дейді, ғайып нәрсені бекіту үшін дейді. То есть бізде қазір мынандай нәрсе бар. Алдымызда тұратын нәрселер бар, оны бекіте аламыз бұл бес сезім мүшемен, және алдымызда жоқ көрінбейтін нәрсені оны бекіту үшін ақыл керек. То есть егер сен ақыл болмайтын болатын болса, ақылдың жолын, бекіту жолын қолданбайтын болсаң, онда бес сезім мүшесінің сен соның шекарасында қалып қоясың да, ары қарай сен үшін жоқ нәрсе бар болу ықтималдығы жоқ болады. То есть жоқ нәрсе болғанда көрінбейтін нәрсе. Енді мынандай мысалы. Мен бес сезім мүшесінің негізінде мынаны көре аламын да. Мынаны көремін да. Мынаны бар екен деймін да. Бірақ тұрамда енді мынаның жасаған бар ғой біреу, я? Бұның жасағаны кім деп, біреудің бұның жасаушысы бар ғой. Өйткені бұл осында өз шығу мүмкін емес қой деген идеяға мен тек ақылмен өте аламын да. Өйткені менің көруім тек осыны ғана шешеді, ары қарай андай жоқ нәрсені абстрактлы, абстрактлы нәрсені ақылмен ғана бекіте аламыз. Мен тек қана ақылмен ғана өте аламын да. Мысалы, сіздер қазір отырсыздар ғой, мына отырған зданияға қарайсыздар да, сіздің бес сезім мүшеңіз эмпирикалық әдіс негізінде. Өйстіп зданияны бекітеді да, здания бар екен біліп тұрсыз. Бірақ бұл здания болғаннан кейін оның салушысы бар деген идеяға сіз тек қана ақылмен өтесіз. То есть ақыл бұл пространство, то есть жоқ нәрсенің бекіту үшін күнделікті біз қолданылатын нәрселер да. Бұл логика десеңіздер болады, бұл дедукция десеңіздер, бұны біз бірақ шариатта ақыл деп айтамыз да. Енді простой пример, мысалы, муслим кеше Бисмилля. Муслим кеше менімен кездесу үшін тұрды да план құрды. Так, мен Нұржан ұстазбен сөйлесейін. Нұржан ұстазбен сөйлескеннен кейін уақыт тағайындайын. Уақыт тағайыннан кейін барып Ақылтайға барайын. Ақылтайға барғаннан кейін барып онымен кездесіп жаңағы көндірейін деген идеяның бәрін ол жасамай тұрып мына жеріңді айналдырдың ба? Иә. Вот сол менің айналасын ненің себебінен жасай алдың сен? Ақыл. Болды, басқа. То есть сен жоқ нәрсеге қарай өте алдың, ақылмен чик өте алдың да? Иә, сондықтан да бұл ақыл қойылған жоқ болғанда көрінбейтін материалды емес заттарды бекіту үшін. Түсініп тұрсыздар ма? Иә, демек қазір мынандай идея туындайды. Кез келген абстрактылы нәрсе ақылсыз бекітілмейді. Мысалы, мен айтсам, жігіттер муслим жомарт па сараң ба десем, қалай білесіздер? Жігіттер? Ақылмен? Болды. Өйткені сен көзбен тек муслимнің денесін ғана көріп тұрасың. Ар жағында сараңдық емесін
тек қана ақыл идеясына шығарады. Неге? Өйткені сараң емес, жомарттық идеясы бұл абстрактылы идея, жоқ бұл жоқ. Бірақ оны сен біліп тұрсың бар екенін. Бар екенін біле тұра, бірақ көзге көрінбейтін болатын болса, оны сен немен ғана бекіте аласың? Сен тек қана ақылмен бекітесің. Бұл каждый мысалы адам мысалы айтады, так мен үйленуім керекпін дейді. Бак үйлену үшін ол тәртіптер жасайды ғой, так план құрады, иә? Так мен сөйтем. Ол сол планды құра алады тек ақылдың несінде. Өйткені ол қазір үйлену идеясы алдында жоқ қой үйлену. Бірақ оның бәрін тәртібін ретке қою үшін ол мына жерде миында тұру керек та ол уже. Ол миында бола алады, ол тек ақылдың идеясын, ақылмен ғана жұмыс істегенде. То есть бес сезім мүшең сен просто сол материал заттарда қалып қалады, болды. Анау абстрактылы, болмаса актиденцияны бекітуде бір нәрсенің жақсы жаманын, жақсы жаман дегеніміз бұл қолға ұсталынбайтын нәрсе жігіттер. Ол жоқ. Осы жерде мен сіздерге мынандай идеяны айтып келеді да. Негізі бар ғой. Мен сіздерге сұрақ қойғым келеді да. Атеист тұрып, Құдай жоқ деген кезде, не үшін жоқ деген кезде, не айтады олар негізі, не жоқ деген кезде? Дәлел жоқ. Жоқ, қандай дәлел керек? Дәлел олар үшін қандай болу керек сөзде? Көріну керек. Бол. То есть олар қазір бес сөзім эмпирикалық әдістер негізінде қалып тұр да. Ары қарай олар қазір ақылдың істейтін жұмысын құжат ретінде қабылдамай тұр. Потому что ақылдың жұмысын қабылдайтын болатын болса, онда бұл 100% логика ғой. Қалай? Егер әлемді мақлұқ екенін біз мойындатсақ, онда мақлұқ деген жаралған екенін мойындатсақ, онда оның несі бар? Жаратушысы бар. Жаратушысын көру үшін ол сен ақылмен істеп көруің керексің ғой. Бұл как, например, зданияны көріп тұрмын мен жасалған екен. Бұл зданияның салушысы бар дегенде мен ақылмен көре алдым. Өйткені көрмеймін салушыны. Тура сол сияқты, егер әлемді біз қазір нетсек, бар деп айтатын болсақ, жаралған деп айтатын болсақ, онда оның жаратушысы бар идеясы тұрады да. Бұл бәрі эмпирикалық әдіспен негізделеді да. То есть бірінші эмпирикалық әдіс керек, одан кейін барып ақылмен соның негізінде біз жоқ, то есть ғайыпты бекітеміз. Ол күнде қолданып жүр ол. Ол атеист оны күнде қолданып жүр. Енді демек, егер қазір логикамен немесе ақылмен бекітілетін идеяны ол атеист қабылдамайтын болатын болса, ақыл неге деп сұрайсың сен одан. Неге Алла жоқ десең, айтады, өйткені көрген жоқпыз ғой дейді. Демек, оның негізінде қазір тек қана көру, не көріп тұр, сол бар болады да, ал ақылмен көргеннің артында салушы деген идеяны ақылды қоспайды, то есть ақылды құжат ретінде қабылдамай тұр ол. Ол агностик болып тұр да ол. Так, егер ол ақылды құжат ретінде қабылдамайтын болса, онда оның қазір саған ақылы тұрғыдан жасайын деп жатқан сұрағының өзі құжат ретінде қабылданбау керек, потому что ол ақылдың жұмысын мойындамай тұр. Ол қазір саған вообще сұрақ айта алмайды негізі. Ол айта алмау керек ол саған. Неге айта алмау керек? Потому что ақылмен бекітілетін дүниені ол құжат емес ретінде қабылдамай тұр, Алла жоқ деген кезде. Ал егер қазір саған келіп айтатын болса, мысалы, исламда не айтқысы келеді, нелері бар еді оны айтатын. Пайғамбарымыз бүйтті, сөйтті, жаман нәрсе жасады деген хадистерді алып келгісі келеді ғой. Я, сол кезде алып келгісі келген кезде не оның идеясы? Негізі ислам жаман, я? То есть ол жаман нәрсе бұл пайғамбарда отыр, пайғамбар бұл исламның ішінде, то есть пайғамбар исламның ішінде, демек пайғамбар жаман бола исламның ішінде болатын болса, онда исламда жаман, демек ислам дін ретінде жаман деген идеяны алып келгісі келіп тұр ғой. Бірақ оны немен шығарып тұр ол? Ақылмен. Ол ақылмен бұл әңгімені айта алмау керек саған негізі. Егер сен бұл идеяны маған әңгіме айта алатын болсаң, онда менің Алла бар деген идеяны автоматически ол мойындау керек ол. Потому что мойындамайтын болатын болса, онда бұның құжаты ретінде сөзі қабылданбайды ол. Әрине дұрыс. Түсініп тұрсыздар ма негізі? Өйткені Құдай. Түсініпті, просто мен айтпағым. Так что олар келесі жолы келеді ғой сіздерге өйстіп. Неге исламда мынандай бар? Ол жаман ғой деген кезде мынандай сұрақ қойыңыздар. Неге ол жаман деп?
Не үшін жаман? Бізге жаман екен белгілі, иә? Өйткені біз ақылмен Құдайды бекіткеннен кейін, ақылмен бекітілетін бүкіл абстрактыларды бекітіп отырық. Жақсы, жаман деген түсінікті бекітіп отырық. Жаңа әділетті, әділетсіздік бекітіп отырық. Өйткені бұлардың бәрі ақыл болмаса бекітілмейді бұлар. Дұрыстар ма? Сондықтан да, ал егер олар ақылды бекітетін болатын болса, бұл дүниелерді мойындайтын болса ма, әділеттік, әділетсіздік бар, жаман, жақсы бар десе, оны олар тек ақыл болмаса, басқа вариант жоқ оларда мойындайтын, логика болмаса. Демек олар қазір дедукциямен мойындап отыр оны. Ал егер дедукциямен мойындайтын болатын болса, бізде 100% дедукциямен Алла тұрда бекітілді. Демек, қазір олар тұрып сіздерге айтатын болатын болса, неге жаңағы исламда мынандай орын алған, ол жаман ғой десе, олардан просто сұрау керек. А неге ол жаман? Егер ол жаман десе, значит, жаман деген түсінікті біле алып тұр ол. То есть, мен мысалы, мынаған қарап, мен бұны шай екенін, мынандай формада екенін түсінемін да, бірақ бұның жаман, жақсысын мен тек қана ақылмен бекіте, логикамен, дедукциямен бекіте аламын. Потому что дедукция болмаса, мынау сыртына қарап білмейсің сен бұның жақсы жаман идеясы. Сен тек қана, так, бұны ішсем менің өкпем отырады, не болмаса бауырым отырады, а бауыр отырған жаман, ал жаман бұл менің денсаулығыма зиян келеді, сен мына жақта дедукциямен жұмыс жасап жатсың да. Демек сен қазір тек не көрем сол бар десең, сен дедукцияны мойындамай тұрсың. Дедукцияны мойындамау бұл абстрактный дүниелер, жақсы, жаман деген түсінікті айта алмау керек. Ол вообще миында болмау керек оның ойында. Жақсы, жаман деген түсінік ойында болмау керек. Оның түсінігінде әділетті, әділетсіздік, абстракциялы нәрсе болмау. Оның түсінігінде махаббат, переживания ештеңе болмау керек. Сондықтан да Шәкәрімнің үш анық деген кітабы бар. Сіздер арабша негізі білесіздер, білмедіңіздер араларыңызда? Егер арабша түсінбесеңіздер, сол кітаптарды айтайын деген ғой, егер түсінбесеңіздер, онда қазақша кітап бар, Шәкәрімнің үш анық деген кітабы бар да. Сол кезде соның үш анық деген ішінде Шәкәрім негізі жалпы атеистер үшін бәрін жасап кеткен, оларға қайтару үшін ше. Үш анық деген кітабын оқысаңыздар, Шәкәрім бірінші материалистердің дәлелін алып келеді да, естіп айтады. Материалистердің айтатын әңгімесі біреу дейді. Не бұл теория эволюцияны айтады дейді, қайта айналу жолын айтады дейді, мынау сол жолдарды айтады дейді да. Енді айтады, материалистердің негізгі примерно сүйенетін нәрсесі бұл эмпирикада былай. Анау 5-7 мүшесіне сүйенеді. Ал енді 5-7 мүшесі эмпирикасына сүйенетін болатын болса, онда олардың жалпаны абстрактты ұғымды бекіте алмау керек деген Шәкәрім айтады ойды. Бірақ біз білеміз дейді, мына Европа ғалымдары спиритизм, жаңағы гипноз деген сияқты, который материалистердің түсінігіне кірмейтін бір абстрактылы нәрсе ұғымдарды сөйтіп мақалаларын алып келе бастайды Шәкәрім. Сөйтіп алып келеді дейді, бұған не дейсіңдер материалистер дейді. Демек материалистер қазір оны бекіте алмайды, то есть абстрактлы ұғымды бекіте алмайды. Бұл как, например, ой Алла, бұл как, например, жаңағындай мен ғой, мысалы, мен білімдім ба, білімсіз ба деген идеяны таба алмайды олар. Неге? Өйткені білімді, білімсіз бұл негізі абстрактлы ұғым да. Сондықтан да егер сен тек қана 5-7 мүшеге негізделетін болатын болсаң, ал қазіргі агностик атеистер негізі Құдай көріну керек, 5-7 мүшеге біліну керек деген идеяда тұратын болса, ары қарай логикамен, дедукциямен бекітілетінді жоққа шығаратын болатын болса, онда қазір атеистер просто сиыр жағдайында тұру керек қой. То есть, оның алдында қазір бірдесе өлтіріліп жатса да адам, олар үшін жақсы, жаман түсінік қалыптаспау керек. Неге? Өйткені жақсы, жаман түсінік қашан қалыптасады? Егер сенде логика болса, то есть, так ананы өлтіріп жатыр, өлтіру бұл ертең қоғамда зиян, өйткені маған менде өлтіру мүмкін деген сенің ақылың ойлау керек та. Ал оны ойлау үшін сенде логика, дедукция болу керек. Егер сен дедукцияны бекітетін болсаң, онда 100% дедукцияны біз Алланы бекітейік деп тұр. 100% ол. Олар қазір бірақ жол бар, Алланы бекітпеуде, то есть Алланы бекітпеуде дедукцияны мойындамау, бірақ жол бар болды. То есть олар айтады, не көреміз бар деген болды сол. Ал егер ақылмен, ақылды құжат ретінде қабылдайтын болмаса, сразу Алла бекітіліп тұр да оларда. Сондықтан да сен қазір бай сана біреуді өлтіріп жатқанда қасынан атеист өтіп бара жататын болса, шынымен де атеист өтіп бара жататын болса,
ол атеист үшін негізі жақсы жаман деген түсінік қалыптаспау керек басында. Неге? Өйткені ол логикалық жолмен, дедукциямен бекітілетін абстракталы ұғымдарды бекіте алмай тұр ғой, жақсы жаман, әділет, әділетсіздік. Онда ода жоқ, ол просто сиыр сияқты қастан өте керек. Мысалы, біреу өлтіріп жатқанда сиыр жүреді ғой қасында, му деп, тура сөйтіп өтіп кете беру керек та ол. Потому что жақсы жаман деген түсінік жоқ оларда. Енді сіздерге келіп қазір айтады ғой, исламда мынау жаман, сондықтан да ислам жаман деген кезде оның жаман деп айтуға хақысы жоқ. Шәкәрім атамыз айтқандай, негізі Құдай жоқ дейтіндерге таңғаламын дейді да. Аруждан деген бар ма дейді, аруждан. Мысалы, олар қазір хайыр бір жақсы амал деген жасап жүр ғой, бір жақсы амал деген жасайды ғой, бір көмектесу, не болмаса бір әділеттілікті іздеу, ақиқатты іздеу дегенше. Бұлар ақиқатты іздеумен Алла бар деп айтып тұр ғой негізі. Просто бұлар тәкаппарлық танытып тұр да. Өйткені сен ақиқатты іздей алмайтын едің, егер сен дедукция жолын құжат ретінде қабылдамайтын болсаң. Егер сен құжат ретінде қабылдап тұрсаң, ақиқатты іздеу арқылы, ақиқатты әділеттілікті іздеу арқылы, онда сен міндетті түрде Алланы бекіту керексің да. Демек, қазір просто бұлар ақиқатты іздеу арқылы негізі Алланы неге мынандай нәрсені жаратады, жаман нәрсені жаратады дегенмен олар Алланы бекітіп тұр, просто Алла әділетсіз деген идеяны айтып тұр ғой. Бірақ Алла бар деп тұр. Басқа жоқ ештеңе бар енді. Осы жерде бір не барды, ұстаз қосып кететін нәрсе бар. Жаңа ақыл деген нәрсенің өзінде мысалға біз көзбен көріп қолмен ұстай алмаймыз ғой. Сонда бұлардың несі бойынша, логикасы бойынша, сонда ақыл деген нәрсенің өзі жоқ болып тұр да, негізі? Жоқ. Ақылда абстрактылы ұғым жоқ болады да. Сондықтан ана ғалымдарымыз естіп айтады да, мысалы, бұлар дін ғылымға қайшы дейді ғой. Негізі кез келген ғылым, кез келген бір жаңалық екі этаптан тұрады. Бұл информация, не болса фактілерді жинау, және сол фактілерді құрастырып бір түсінікке объяснение, түсініктеме беру болады да. То есть фактілерді жинау, қарау, бес сезім мүшемен қарау, сезу, көру, тәжірибе жүргізу, сол тәжірибенің негізінде ары қарай уже бір үкім шығару, нәтиже шығару да. Енді егер тәжірибе бұл бес сезім мүшесімен жүрсе жаңағы эмпириканың жолымен, онда мына жердегі үкім шығару бұл дедукцияның нәтижесіне жүреді да. Бірақ бұлар дедукцияны мойындамай тұр ғой, бұлар айтып тұр ғой, не көрінбейді ол жоқ деп. Значит, бұлар қазір ғылым жасап жатқан жоқ бұлар. Бұлар жасай алмау керек ғылымды. Бұларда вообще ештеңе жоқ болу керек та. По идее негізі. Сондықтан да қашан олар негізі ғылым болады, егер сен ақыл құжаты ретінде, дедукцияны құжат ретінде қабылдайтын болсаң. Демек қазір кімде-кім, мысалы эволюция, теория эволюцияны алатын болсақ. Теория эволюция бұл мынандай ғой, Дариннің даму өздігінен құдайды жоққа шығару идеясы, Егер өздігінен даму, құжайды жоққа шығару идеясы тұратын болатын болса, ғалымдарымыз айтады, ода, значит, мына процесті, даму процесінде, теория эволюцияда ақылды қолданатын функция қажет етпейді о жерде дейді да. То есть, ол өзімен өзі дамып жүре береді дейді. Ақылды қолданады қашан, егер белгілі түрде абстрактылы ұғым іздейтін болсаң. Теория эволюцияда негізі абстрактылы ұғым, болмаса бір ақиқатты бекіту идеясы қарастырылмайды. Сондықтан бұл өзімен өзі жүре беретін мәселе ретінде алатын болса теория эволюцияны, онда олар вообще құр жануар ретінде қалыптасады да болды. Осы эволюцияға бір қосып кетерім бар еді, ұстаз, рұқсат болса. Қараңыз, бұлар айтады да, барлықтары теория эволюциясынан шыққан, барлықтары бір жалпы айтқанда бір одноклеточный жасушадан шыққан дейді да. Значит, бұлардан сұрасаң, атеистерден тоже диспут құрып жүрміз ғой, бұлардан сұрасаң, эволюция жалпы айтқанда эволюционный процесс бұл тоқтап қалды ма десең, жоқ, жалғасуда дейді. Енді ондай болатын болса, адам баласы эволюцияның шыңы ма десең, жоқ дейді. Ондай болатын болса, эволюция жалғасып жатқан болса, бірінші заң бойынша, және адам, ол обычный проходной бір этап болатын болса, адам уже баяғыда басқа уже этапқа өтіп кету керек еді, эволюционировать етіп кету керек еді адам ше. Біз осыдан мыңдаған жылдағы адамдарға вообще ұқсамау керекпіз да біз негізі.
эволюция тоқтамай тұрды, өйткені эволюция жалғасып келе жатыр. Значит, адам баласы уже келесі этапқа өтіп кету керек еді, бірнеше этапқа өтіп кету керек еді. Сосын барып, бір қызығы, енді мен кішкене тарихқа жалпы қатты қызығатын адам. Мысалға, мына теория эволюциясында маймыл, жаңа шимпанзе, сосын барып бірінші, екінші, үшінші, төртінші, сосын барып адам жаңа этап ортасындағы 4 вид. Ол 4 видтің төртеуінің де сүйегі жоқ та. Бір қызығы ше, вообще жерден табылмаған. Либо таза адамдікі табылады, либо таза маймылдікі табылады да. Енді мақұл бір поколение табылмауы мүмкін, екінші этап табылмауы мүмкін. Бірақ бақандай целый 4 поколение, 4 этап. Ол жерде миллиондаған жыл өтті дейді да, бұлар айтады. Маймылдан адамға өту үшін миллиондаған жыл өтті дейді. Миллиондаған жылда миллиард түрлі осып өтті да, ол жерде солы бөлді. Оның сүйектері по-любому қалу керек еді да. Бірақ еш жерде оның сүйектері жоқ та. Либо табылған кезде таза маймылдығы шығады. Анау Эфиопиядан табылған сүйек ақыр соңында бабуиннің сүйегі болып шықты ғой, мысалға. Тура сондай да, қараңыз. Бұл жерде енді мен айтып отырғаным, жалпы бұлар негізі логика болмау керек деген ғой. Бұлар теория эволюцияның өзі негізі дәлелдей алмау керек қой. Өйткені теория эволюцияның негізі бұл дәлелдеуде, логикалық тұрғыдан тұжырым шығарудан шығып тұр да. То есть бұлар айтып тұр ғой, так, мынамен мынаның ұқсастығы бар, фактінің ұқсастықты көріп тұр, тұрды да жинап, бұлар логикаға, дедукцияға салды, демек бұл эволюция деген идея шығарылды негізі. Бірақ бұлар логикамен, дедукциямен бекітілетін нәрсені мойындамайтын тұратын болса, онда негізі олар точно сондай вероятностьпен біз аспандағы менің Нұржанның тақиясы үшпаратыр дегенді де бекіте аламыз да. Ол қалай? Ол мысалы мынау тақия менің зат па, салынатын материалды аспанда ұшып жүрген құс зат па, екеуінде ұқсастық тақт па, болды, онда менің тақиямда ұшады деген идея. Бұл просто құр мындай логиканы бекітпегеннен кейін осындай казустар, осындай проблемалар орын алады ғой да. Сондықтан да мен айтпағаны просто көп атеистердің негізі қазір қашып атқаны ше, мынау қарасаңдар, үлкен кісілеріне де қарасаңдар, жастарына да қарасаңдар, қыдырғанды жақсы көретіндер да идеяны. Мында ішкенді жақсы көретіндер, жалпы бір ислам оларды тұншықтырып жүргендей болып тұрады да, бір шектеу салып, ол содан бір айырылысы келгендей жүргенде да. Негізі бұл түсінік бар оларда. Неге? Өйткені бұлар жалпы логиканы бұлай заты жағынан бекіткенмен де, бірақ бұлар жоққа шығарып, бұлар жақсы мен жаман деген идеяны қабылдағысы келіп тұрған жоқ қой. Потому что егер жақсы мен жаман деген идеяны қабылдайтын болса, олардың істеп жатқандары жаман болады да негізі. Сондықтан бұл сол нәрседен қашқысы келеді да, ол қалай ол? Ол жақсы мен жаман логикамен бекітіле ма? Логикамен бекітетін болмаса, ар жағында Құдай идеясы бекітіле ма? Құдай идеясын бекіту арқылы жалпы логиканы да жоққа шығарып, то есть Құдай идеясын жоққа шығарып, логиканы да жоққа шығарып, сол арқылы бұлар жақсы мен ортақ, объективті жақсы мен жаман идеясын жоққа шығарып, субъективті жақсы жаманға өткісі келеді ғой, короче. Болды. Сосын бар, теория эволюциясында тағы да бір үлкен бір минус бар да, қосып кететін. Мысалға қараңыз, бұлар айтады, барлық нәрсені жалпы теория эволюциясы ретінде шықты, барлықтары бір жасушадан пайда болды и дәл солай кетті дейді да. Енді қараңыз, бұларға енді сұрасаң, неге қазіргі уақытта мысалы динозаврлар жоқ, және неге динозаврлар қырылып қалды дейтін болсаң, олар айтады, жер бетіне үшін үлкен бір нәрсе түсті да соның бәрі қырылып қалды дейді. Енді мына жерде ақылға салатын болсақ, мынандай бір нәрсе шығады. Теория эволюция бойынша ол уже бір рет ол этаптан өтіп, сол динозаврлардың пайда болуы уже этаптан өтті да ол. Енді ол қырылып қалғаннан кейін де эволюция бойынша ол қайтадан сол процеспен өту керек қой негізі. Қайтадан, мысалы адам баласын миллиондап соғысып жатыр, адамдар қырылып жатыр, бірақ адамдар қайтадан саны көбейіп жатыр ғой, адамдар жоқ болып кетіп жатқан жоқ қой. Значит, мынау жер бетінен қырылып бара жатқан нәрселер, олар қайтадан эволюция бойынша олар қайтадан жаңағыдай пайда болып кете беру керек та. Өйткені ол тоқтамайтын процесс дейді да, олардың сұрайсың ғой, эволюция бұл тоқтап тұрған процесс па, әлде жалғасуда ма дейсің? Жоқ, жалғасуда дейді да. Значит, сондай болатын болса, ол эволюция бойынша қайтадан пайда болу керек қой негізі. Ақылға салатын болсақ та.
бірақ енді өте әдемі. Енді сол нәрсе орын алмайды деп тұрсыздар ғой, енді сол кезде ол уже жұмыс істемейді. Орын алмайды ма, шыны керек па? Жалпы кімдер атеистердің шаруасы жеңіл. Негізі оларды бір алыс нәрсе керек жоқ. Сол жаңағындай нәрсе сұрасаңыздар да негізі есікті ашып, ана есік тағбалдықтан қуып шықсаңыздар болады. Оларға просто айту керек, ақыл құжат па, логика, дедукция құжат па, жоқ па. Просто есіктен анау сөйлеп жатқан кезде ең бірінші дедукцияны құжат ретінде қабылдаймыз ба, жоқ па. Егер олар десе болды, онда сол сөз жеткілікті. Онда Алла әлемді жаралған екенін мойындатамыз да, одан кейін жаралған болатын болса, онда міндетті түрде оның жаратушы. Бұл как, например, мына здание жаралған болатын болса, оның міндетті түрде жасалушы деген идеясы тұрады деген. Болды. Бірақ енді мына әлемді негізгі қазіргі атеизм, который мына қазіргі атеизм, бұл әлемнің жаралған екенін мойындайды. Кейбір философ атеисттер бар, который дәһрия деген сияқты топтардың идеясын ұстанады. Бұл как, например, олар енді философтар негізі по-своему және эмпирикалық ненің әдістер бар ғой, 5 мүше. Одан өтіп кішкене логикаға қосыла алады олар. Бірақ олардың енді әлем причинасыз болмайды ғой. То есть себеп салдар деген идеяға баратын болсақ, онда ол уже логикамен жұмыс істеп жатыр деген сөз. Сондықтан да атеисттер мысалы әлем тұрады да, әлем бар, бұл ар жағындағы оның себебі идеясына өте алмайды, өйткені олар 5 мүшемен тұр ғой, не көрінеді сол ғана бар деп. Ал философ болатын болса, философ бұл негізі әрбір нәрсенің себебі бар деген идеяға өте алады негізі. Сондықтан да кейбір философ атеисттер шығуы мүмкін, олар атеист, бірақ философ. Енді вроде бы олар бекіту керек еді ғой негізі Құдайдың барын, өйткені логиканы қолданып тұр ғой деген кезде, олар причина, то есть олар себеп дегенді бекітеді да, бірақ ол Құдай болу шарт емес деген идеясынан қашады ғой, короче. Енді оларға айтатын болсақ, әлем мысалы жаралған болатын болса, оның бас жағында, оның сол алдында, әлемнің жарала бастаған уақыттың алдында не бар ол десең, олар айтады, о жерде жоқ болған дейді да, то есть адам дейді, ничто дейді. Ал енді ол ештеңе емес, ничто деген ол ештеңе зат емес қой, онда десең, жоқ бұл негізі бар дейді да, то есть жоқ бұл бір зат дейді. Сондықтан да бұлар енді уже әлем біткен кезде ар жағындағы жоқты бір затқа айналдырады да, чтобы ол зат себеп бола алатындай ана әлемнің жаралуына деген сияқты идеяны алдыға тартады. Бірақ негізі жоқ деген сөз, жоқ деген бұл әлемде жоқ, бұл қарастырылмайды, жоқ бір десек әсер етілмейді. Бұл анау математикадағы 0 қосу 0 қосу 0 қосу 0, 0 көбейту 0, 0 көбейту 0 көбейту 0, бәрі 0 ғой. Сол идея, то есть 0 ештеңеге әсер ете алмайды деген сияқты идея ғой, короче. Тағы да мынандай бір логикалық қателіктер бар да, ұстаз. Бұлар бүйтіп айтады. Мысалға мынау неде дейді, жалпы айтқан кезде мынау енді сұрасаң, мына әлем жалпы айтқан кезде қалай пайда болды десең, бұлар айтады, бір нәрсеге өтті дейді да. Енді бір күйден екінші күйге өтті деп кейбіреулер сөйтіп түсіндіруге тырысады ше. Құдай жоқ, бұл өздігінен пайда болған дегенде, сөйтіп түсіндіргісі келеді да. Айтқан кезде бір күйден екінші күйге өтті дейді. Енді мына жерде тағы да бір логикалық қате бар да. Бұл бір күйден екінші күйге өтіп жатқан болса, ол уже қалай айтсам болады, тоқтап жатқан процесс емес қой, ол бір күйден екінші күйге өтіп барады. Уже ол бір күйден екінші күйге өтіп, сосын барып тағы да басқа бір күйге өтіп, мына әлем басқаша болып, болмаса мына әлем жоқ болып кетіп, оның орнына басқа бір әлем пайда болып кету керек еді да. Мысалға ше. Бұлардың қателіктері сондай. Тоқтамайды дейді да. Бірақ енді тоқтамайтын болса, ондай болатын болса, процесс болу керек қой. Мына әлем тағы да басқа нәрсеге өтіп кету керек еді да. Келесі бір күйге өтіп кету керек еді да. Бұлар енді бірақ бірінші ең басын алып келу керек негізі. То есть біріншіден енді өтті деген идеяны ұстанып жатсаң, біріншісінде ештеңе жоқ қой. Неден неге өтеді? Ештеңе жоқ қой басында. То есть неге өтеді деген идея тұрады. И одан кейін өту деген қалай түсінеміз негізі? То есть мынау әлемнің уақыты басталатын болса, оның алдында ештеңе жоқ болатын болса, әлем жоқ қой әлі ештеңе, иә. То есть бірінші әлем жаралмай тұрып алдыңғы уақытты өтетін болатын болсақ, онда жоқ нәрсе неге өтеді? То есть неге өтеді? Ештеңе өтпейді да. Сондықтан да бұл жерде сол басына апарсақ болады. Екіншіден өте беру идеясы. Негізі мынандай нәрсе бар да.
егер олар мәңгі өте береді деген идеясын ұстанатын болса, мысалы мәңгі ауыса береді, мәңгі өзгере береді деген идеяны ұстанып тұр ғой негізі, иә, менің даусым естіліп тұр ма? мәңгі өте береді дейді олар. Мәңгі өте беру идеясы бар ғой негізі, провальный. Неге? Өте правильно. Неге оны Мухасиби деген ғалым мынандай шешкен. То есть өте беру дегеніміз бұл бір күйден өзгеру дегеніміз бір күйден таусылып екінші күйдің басталды ғой. Бір күйдің таусылып екінші күйдің басталды. Бір күйдің таусылып екінші күйдің басталды. Дұрыс па? Егер сен бір күйдің екінші күйге басталуы, ауысып бітіп басталуы мәңгі деп тұр ғой енді ол. Аха, иә. Егер мәңгі болатын болса, онда өзгеріс болды деп айту үшін алдыңғы күй бітіп, жаңа күй басталу керек қой. Дұрыс па? Иә. Ол мәңгі болатын болса, ол алдыңғы күй бітпейді ғой ешқашан. Иә, логикалық қате. Өзгеріс болмайды, ешқашан өзгеріс болмайды. Бұны кім деген, ой құдай, Тафтазани деген ғалым былай деп шешеді. Мәңгілік дегеніміз өзгеріс болатын, мәңгілік болатын болса, жер мәңгі болатын болса, онда өзгеріс деген болмау керек дейді. Бұл қалай? Бұл как, например, мысалы сен қай жылғысың, Мойбас? 90 жылымыз ғой. Иә. Мысалы, сен 2000 десең, мен 90 десем, иә? Егер мен екеміз былай тұратын болсақ, сенің 2000 мыңнан басталады да, мен 90 деген кішкене алдырақтан басталам ғой. Енді бұның соңы бітпейтіндей кете беретін болса ше, мына разница қайдан шығады? Соңы бітпейді ғой. Бұл разница болмау керек негізі. Өйткені екеуі де соңы бітті. Екеміздің арамызда разница болмау керек уақыттың арасында. Бірақ екеміздің арамызда уақыт тұр ма? Уақыт тұр ғой. Демек, значит, оның соңы бар дейді. То есть, мәңгілік деген идея жоқ дейді. То есть, мынандай ғой, мәңгілік дегеніміз бұл ешқашан бітпейді деген идеяны алып келеді. Иә? Егер мәңгілік деген бітпейтін идеяны алып келетін болса, онда ол жерде өлшену деген идея болмайды. То есть, ол жерде күн, ай, жыл деген нәрсе мүмкін емес болу. Өйткені күн, ай, жыл деген нәрсе бұл біту идеясына тұрады. То есть, сен бітіре алдың бірден сені. Ал егер әлем күн, ай дегенге бөлініп тұрса, онда демек бұл әлем мәңгі емес. Егер мәңгі болатын болса, бұл жерде просто бөлінбейтін еді. Бұл как, например, мысалы ғой, екеміздің арамыз қанша, мысалы мен мына жаққа бір зат қойып қоямын да, арам, бутылкамен менің арам қойып қойып. Мәңгі десем, бесконечность десем ше. Сөйтіп ол бесконечностьтен 4 метр алып тастасам, бесконечность өзгере ме, өзгермей ме? Өзгермеу керек. Өзгермейді, ол то есть өлшенбеу керек ол. Ол қалай айтасың сен? Ол мәңгі деген идея жүре алмайды ол жерде. То есть не мәңгі, ол өлшенбеу керек деген идеясында тұрады да. Өте дұрыс. Біздің әлем өлшеніп тұр ма, онда ол мәңгі емес, автоматты түрде. Иә, өте дұрыс. Сол енді жалпы. Сосын бұл жерде Абай атамыздың месседжі келіп тұр ғой. Өлмек үшін туғансың, ойлан шырақ деген ұрға. Өте дәдейім келеді. Мен Шәкәрім сіздерге насихат қыламын оқуға. Абайды да, Машһүр Жүсіпті де, Шәкәрім естіп айтады, қараңыздаршы. Атеист дейді, негізі бейсаналы түрде өзінің жаралған екенін мойындап тұр, когда ода әділетті іздеу, болмаса біреуге көмектесу идеясы ішінде жүрген кезде дейді да. Өйткені ойлап қарашы дейді Шәкәрім Шанық еңбегінде айтады. Ол қазір біреуге көмектесіп жатыр, не үшін дейді да? Не үшін көмектесіп жатыр? Бірақ вариант қалды. Егер ақырет үшін демейді десек, онда бірақ вариант қалды дейді да. Ол істеп жатыр, чтобы елдер ол туралы айту үшін, мынау көмектеседі екен деп дейді да. Бірақ ол оған қандай пайда береді біреу істеп жатыр деп айту дейді да. Өйткені ол жан деген нәрсені бекіте алмай тұр ғой. Жан дегеніміз бұл абстрактылы ұғым, который сен логикамен, ақылмен бекітесің да, дедукциямен. Егер сен оны бекіте алмай тұрсаң, онда ол құр дене болып тұр дейді да. Оның басқа біреу оған мақтағаны не керек оның дейді. Ода басқа вариант қалмады. Оның жаны дейді, просто бейсаналы түрде денесі қаламаса да дейді, ақырет бар екенін мойындап тұр дейді. Айтпағым, бұл дүниеде кім ақиқат іздеп жүр жігіттер? Бұл дүниеде кім жаман, жақсы деген идеяны қозғап жүр? Бұл бейсаналы түрде Құдайдың бар екенін мойындап жүрген адам ғой. Ода басқа вариант жоқ негізі.
Сосын барып Мүслім сөйлей бастасын. Ассаламу алейкум тағы да ұстаз. Екінші аккаунт қой. Екінші телефонмен кіріп отырмын. Алла разы болсын. Әдемі күшті. Мынау астында біраз жігіттерді көріп отырмын да, атеист нелерге бір хабарлама ғой. Біз әдейі 7-де ашып жатырмыз. Әлі 9-ға дейін мүмкіншіліктерім бар. Жоқ, кім муслим 9-ға дейін отырмаймыз. Жоқ, жалпы деймін да. Иә. Пірлер. Ол кемейді, мен просто көрсетейін деген ол екеуі кемейді екен сразу. Машқараны. Иә, қазір кірсе мен қалуға дайынмын онымен сөйлесуге. Бірақ олар кемейді екенін білемін. Жалпы атеисттер, негізі сендер атеистерге обращение тастағым келеді да. Сендер негізі ақылы тұрғыдан да келсең де, не болмаса қазақи тұрғыдан келсеңдер де, жалпы қазақтылықтан да және ақыл тұрғысынан да кетіп тұрған идея бұл атеизм. Сондықтан да мен айтпағым, егер сен қазақтылық ұстанатын болсаң, біз саған қазақтылық тұрғысынан бұрыннан сеніп келе жатқан идея, ата-бабаларымыздың ұстанған идеясын ұсынамыз. Жалпы бізде көп ұстаздар диссертация жазады да, сол кезде диссертация жазған кезде тарих жайында не болмаса бір ғалымды зерттегісі келе береді адамдар ше. Өйткені Шәкәрімді зерттегісі келеді, Абайды зерттегісі келеді. Сол кезде сұрақ туындайды да, неге адамда Алла тағала сондай жарық болған тарихты өткен зерттегісі келіп тұрады. Былайша айтқанда өткен өтті ғой негізі. Өткен бізге керек емес да, біз кете берсек болатын еді да. Бірақ неге Алла тағала сондай бір қызығушылық салып болған адамға өткенді зерттегісі келе беретін деген сұрақ туындайды. Сол кезде ғалымдарымыз айтады да, бұл жердегі негізгі мәселе дейді, әркім қандай да бір ұлт дейді, өзінің ата-бабаларының мықты болғаны, не болмаса дана болғаны, не болмаса жоғары деңгейде дұрыс іс-қимыл жасау арқылы осында үлкен дәрежеге ұрпақтары жетті деген идеяны қалайды екен әркім. То есть өзінің ата-бабасымен мақтанғысы келеді екен. Ол не үшін деген кезде, өйткені олардың салып кеткен жолдарын біз ұстану арқылы осы жерге жеттік деген нәрсе болады да бізде негізі. Сондықтан біз арты жақты зерттеуіміз келеді. Ал енді оны табу үшін дейді, ата-бабаларымыз қандай жолды, нені ұстанды деп айту үшін дейді, сол замандағы өмір сүрген белгілі бір ғалымды таңдалу керек дейді. Ол ғалым таңдалып тұр, не заты ол құр ғалым ретінде таңдалып тұр. Ал ол таңдалып тұр сол ғалымның өмірінде, сол заманда болып жатқан оқиғаларды білу үшін дейді. Ал неге ол ғалым таңдалды сол замандағы оқиғаларды білу үшін? Бұл оқиғалар басқа нәрсе, ғалым басқа нәрсе деген идея тұрғанда, мына біздің ұстаздарымыз айтады, өйткені әрбір ғалым дейді, қоғамда болып жатқан оқиғаларға бейжай қарай алмайды. То есть белгілі түрде бірдеңе білдіріп отырады. Протестін білдіріп отырады, согласиясын білдіріп отырады. Оның бәрін өзінің еңбектерінде жазып отырады. Сондықтан да қандай да бір қоғамды зерттеген келсе, оның ішіндегі бір ғалымды зерттегенің дұрыс, сол ғалым қоғамдық істерге араласқан себебінен дейді. Енді сөйтіп біз қазір как минимум мына Ресей патшалығы кезіндегі кеңес үкіметіне ауысып жатқандағы, осы кеңес үкіметі алдындағы орнап жатқан біздің қазақ ата-бабаларымыздың кейпі қандай, не ұстанды деген идеяға қайтқымыз келетін болса, онда бәрі анық, ислам ұстанғаны. Біреулердің айтып жүргені алаштықтар бүйтті, сөйтті, бір жекеле бір ауыспалы мағынада, көп түрлі мағынада келетін өлеңдерін олар дінсіз деп алып келгені, не болмаса дұрыс емес жазылғанын дінсіз деп алып келгені бос әңгіме. Негізі менің диссертациялық жұмысым Шәкәрім туралы болғанда, сол кезде мен орталық ғылыми кітапханадағы архивтерге кірген кезде орталық ғылыми кітапханадағы архивтерге кірген кезде мынандай нәрселер таптым да өзім. Мына Алаш өкіметі бар ғой, Алаш өкіметі құратын кезде. Сол кезде белгілі түрде бір мемлекет өзінің елді қалай басқарам деген тұғырнаманы ұсынады, то есть макет. Ол Алаш өкіметі полный болып кеткен жоқ қой. Алаш өкіметі то есть басып басталды да до конца барған жоқ. Сол басып басталған кезде тұғырнама ұсынған ғой, осылай басқарамыз деп ше. Сол кездегі сіздер тұғырнаманы көретін болсаңыздар, жалпы макет, сол жерде таза мұсылмандық. Тап-таза мұсылмандық. Алаштықтардың беті тұғырнамада. Дұрыс, бәрі мұсылман ғой негізі. Сондықтан да мен просто айтпағым келіп жатқандарым, егер мына атеистерге аталарымыздың жолын ұстану идеясы тұратын болса, онда аталарымыз мұсылман.
егер ақылдылардың ұстану идеясы тұратын болса, ақылдылар ақылды қолданып дедукциямен Алланы шығарып отқандар. Ал Алла жоқ деп отқандар бұл көзіне не болмаса эмпирикалық әдістерге сүйеніп отқан бұлар материалистер, которые хайуанның дәрежесінде. Мына хайуан мен адамның арасындағы айырмашылық, адам дедукцияны жасап көп нәрсені біле алады да, хайуан көзі көреді, мұрны естиді, дәм сезеді, мына құлағы естиді, бірақ ол хайуан да оның логикалық дедукциялық жолы жоқ. Бұны имам Ибн Халдун айтады. Адам мен хайуанның арасындағы бұл ақылдың жұмысы дейді, адамның іс әрекетін тәртіпке келтіру. Қалай ол тәртіпке келтіреді дейді, бұл дедукция, логика арқылы дейді. Енді бұлай ақыл тұрғысынан қарасаң да мұсылмандық жол дұрыс. Енді ғылым тұрғысынан, егер сен ғылым тұрғысынан, ғылымды ашу идеясынан тұрғысынан келетін болсаң, негізі атеизмді қолдап отқандар бұл дедукциялық жолды жоққа шығарып отқандар, эмпирикалық әдіске негізделіп отқандар. Кім эмпирикалық әдіске негізделеді, олар тек наблюдениемен айналысу керек, нәтиже шығармау керек. Ал ислам, физика, химия, математика бәрі негізі бұл нәтиже шығару негізінде тұрады. Дедукциялық жолмен шығарылады бәрі. Құр наблюдение емес. Ал кім сол атеизмді қолдайтын болса, бұл дедукцияны жоққа шығарып, тек қана эмпириканы қолдап отыр. Ал эмпириканы қолдаған адам бұл ғылымға қайшы, өйткені ғылым жоқ болады дедукциялық әдіссіз. Демек сен қазір атеизмді қолдау арқылы тек қана ғылымға қайшы, надандықты қолдап отырсың ғой. Сондықтан да көптеген атеистерге мына логикалық дедукциялық нәрсені айтсаң түсінбей қалады да. Неге? Өйткені олар тек эмпирикалық әдістің негізінде қалып тұр да, ары қарай сене алмайды, жүре алмайды да. Ал ондай болмаса өмірде көп нәрсе саған жоқ. Саған жақсы, жаман деген идея жоқ болу керек. Саған әділеттік, әділетсіздік деген Шәкәрім атамыздың жаңа сөзімді бітірмедім. Шәкәрім атамыздың мынандай жақсы сөзі бар да. Негізі ұждан бар ғой, ұждан деген. Ынсаптылық, мейірім және әділеттік деп шарттайды Шәкәрім айтады. Сол ұждан дәлел болады дейді, оның несіне жаңағы сеніп тұрғанына дейді да. Неге? Өйткені ұждан деген көрінбейді ғой, ынсаптық, әділеттілік деймін. Оны бекіте алмайсың, пока сен дедукциялық жолмен бекітпейінше, салыстырмалы түрде. То есть дедукция дегеніміз бұл салыстыру, логика дегеніміз салыстыру. Әділеттік, әділетсіздік деген идея шығады, егер сен салыстыру тұратын болса да. Енді осы жерде Шәкәрім атамыз айтады да, мен кейде таңғаламын дейді. Құдайды жоққа шығаратындар, естіп айтады, ұждан дегенді жоққа шығаратындар олар, демек ұждан дегеніміз абстракт нәрсе, оны дедукциямен бекітпесең бекіте алмайсың. Құдайды жаққа шығаратындар бұлар дедукциямен бекіте алмайды да. Соны материалистер былайша айтқанда, солар бір-біріне қарап пәленше жасасын деп неге айтады екен дейді да. Олар кімге айтып жатыр оны дейді. Бұл не тілек болсын, бұл не әмір болады да, пәленше жасасын деп бір-бірін қолдан кезден ысқақ жасасын деп жатыр да. Тура сол маған есіме түседі да, Шәкәрімдікін оқып жатқан кезде. Сол айтады, неге бір-біріне бұлар айтып жатыр онда дейді. Бұл айтып, Шәкәрімнің сөзі менікі емес, Шәкәрім атамыздың. Бұл айтып жатыр екі себеппен дейді да, либо тілеп жатыр дейді, либо әмір қылып жатыр дейді. Егер әмір қылып жатқан болатын болса, ысқақ жасасын деп әмір қылып жатқан болса, ол ысқақ атеист болумен жан деген совесть, әділеттік, әділетсіздік идеясын бекітіп тұрған жоқ ол дейді. Онда ол неге әмір қылып жатыр? Ол істемейді, ол тек хайуанның дәрежесінде тұрған адам есептелінеді. Өйткені оның қазір тек қана денесі істеп тұр дейді. Ал егер ол тілек болатын болса, ол кімнен тілепті олар дейді. Олар атеисттер ғой, нені бекітпейтін, құдайды бекітпейтін дейді. То есть айтпағым, жалпы атеизм бұл ақымақтық, бұл ақылсыздық. Сондықтан да кейбір атеисттер маған ренжиді, сіз неге атеистерді ақымақтсыз деп. Бұл өйткені атеистерді фактически ақымақтық, бұл по факту ақымақтық. Өйткені ақыл қолданбаймыз деп тұр бұлар. Алла бар, ақылмен түсініп тұрсың ғой десең, жоқ, біз ақылды қолданбаймыз, ақыл құжат емес, тек қана біз сезім мүшеміз. Былайша айтқанда хайуанның дәрежесіндеміз деп тұр ғой. Бұл басқа не жоқ. Енді ақылы бар адамға менің сөзім өту керек негізі. Егер өтпей ма, онда өздеріңіз көресіздер енді иншалла. Алла разы болсын, ұстаз. Муслим, мен итак негізі көп уақыт бөлдім деп ойлаймын, күттім. Атеистерге айтқым келетіні, мен о бастан білгем. Ол исхағыңызда және ол жаңағы ақылтайыңызда қашып жүретін адамдар екен. Олар өздерін біліп тұр кім екенін.
Олар келе алмайды. Жете алмайды екен. Сондықтан да кімнің артынан жүрсіздер, қайда барасыздар, соны тағы да бір дұрыстап ойлануларыңызды сұраймын. Қазақ бауырымыз ғой бәріміз. Қазақ бауырының сондай дәрежеге бір ақылсыздық дүниеге барып жатқанын жаның қимайды. Сол муслим мен негізі келудегі мақсатым осы жаңағындай атеистердің орнына қойып кету мәселесі болатын, құтылмай жүрсін деп. Негізі мақсат орындалды деп ойлаймын, олар келмейтін белгілі болды. Жалпы осы өзімде осылайда жүрген итакта бір-екі ұстаздар айтып жүрген ненің бәрі шықпай-ақ қойшы. Мен енді айттым енді бастап қойғанның орнына қойып кетейін енді деп. Сонымен осымен негізі мен тиктоктағы нем өзімнің эфирға кіру мәселем тоқтайтын сияқты біраз уақытқа дейін. Былай анда-санда бір видео көріп қалып бір кіріп қалмасам. Сол жігіттер Алла разы болсын. Алдында да бір сол ысқақ бір құтырып кеткен кезде бір кіре сап сол орнына қойып кету идеясымен кіргем алдында да. Сол өткен жолы да бір қойып кетейін деп идеясымен кіргем. Сонымен осындай айналып кетті. Сонымен бірден мұсылман бауырларымыздың духтары құламасын деген оймен кірген жеріміз бар. Алла разы болсын сендерге де. Ұстаз, бір соңғы нәрсе айтып жіберсең, соңғы сөз. Былай ғой, қараңыз. Сосын барып атеизмді ұстанып жүрген адамдарға бір таңғалатыным, бұлардың алып келіп жатқан нәрселердің барлықтары да кәдімгі қарапайым адамдардың сөзі ғой негізі шындап келген кезде. Біреудің теориясы, біреудің гипотезасы, біреудің ойы да. Құдай жоқ, бұл мысалы әлем өзіне пайда болуы мүмкін. Адам мысалы аймылда шығуы мүмкін деген оның бәрі ішінде дәлелсіз да, дәлелсіз ешқайсысы әлі дәлелденбеген. Ол сол гипотеза бойынша 100-150 жыл бұрын болды ма, сол гипотеза бойынша әлі қалып келе жатыр да. Хотя біз технологически уже дамып кеткен болсақ та, біз оны әлі дәлелдей алмайық да. Ондай болатын болса мынандай нәрсе шығады да. Олар айтады ғой, сендер баяғыдағы жаңағы 7-ші ғасырдағы ертегі сеніп жүрсіңдер анау деп. Ондай болатын болса, бұлар да сол 19-шы ғасырда жазылған адамдардың ертегісіне сеніп жүр да, негізі шындап келген кезде ше. Ол да болады, ол да әдемі. Просто былай жаңағы мен айтқаным, бұлардың просто құжаты сөздер құжат болмау керек. Егер олар сізге бір ақиқат іздеп, исламды жаман қырынан көрсеткісі келетін болса, онда ол жаман деген түсінік қалыптасқан ғой ода. Одан просто сұрау керек та, сен жаман деген абстрактылы нәрсені бұлай дедукциямен мойындап тұрсаң, онда сен алданып мойындау керексің ғой. Бірде құжат емес деген жасай алмайды ол. Ол қазір тек қана көзбен не бар, соны ғана бар деп идеясымен тұр да ол. Бұл атеистерге қатысты, мына деистерге қатысты да тоже проблема жеңілді. Олар мысалы тоже бірде сені жақсы жаман дейді ғой. Олар айту керек та, неге жақсы жаман деп. Олар не деп айтуы мүмкін? Өйткені мен ойымша қоғамға қарсы, оларға просто сол наоборот ситуацияны қойып беру керек та. Так, сенің ойынша болатын болса, ол не жақсы, не жаман сенің ойынша болатын болса, онда менің ойыма да сен қарсы келмеуің керексің да. Егер біреу тұрып, педофил тұрып, мен барып, мен істеп жатқаным нормально десе, онда әңгіме айта алмау керек та олар. Біз исламдар бір жүйенің астында болғаннан кейін біз айта алады да, то есть ол маған да жаман, саған да жаман педофилизм, анаған да жаман, бәріне жаман идеясында тұрады. То есть бәріне жаман ол. Ал жалпы кім пайғамбар және кітапты құқықтық норманы бекітпейтін болатын болса, онда ода субъективті ақиқат болады. А субъективті ақиқат болатын болса, онда ешкімге әңгіме айта алмау керек. Сіз просто барып сұраңызшы, любой атеистен, любой инцест дейді, әкесі мамасымен, қызы папасымен болмаса, мамасы баласымен деген қосу идеясы жақсы ма жаман ба деп. Олар жақсы ма жаман ба деген идеяны не заңға апарады, не болмаса жаңа өзінің субъективті мнениесі апарады. Қыз бен баланың не болмаса, жаңа әке мен қыздың не болмаса, бала мен маманың қосылуы заңды түрде прям тыйым салынған деп айту қиын. Сондықтан да олар үшін қазір ол неге дұрыс емес болу керек? Ол менің мнением десе, онда ертеңгісін біреу шықса, инцест жасап жатқан, бұл біздің мнениеміз бойынша нормально десе, онда оған әңгіме айта алмау керек по идее. Потому что орда не құқықтық норма жоқ. То есть бір былайша айтқанда құқықтық норма деген бір жүйе, бір система жоқ та. Бір система, который айтатын осылай болса осылай деп. То есть сам по себе анархия қалып келеді ғой, бардак болады бычыт. Бұлардың бәрі дұрыс емес нәрселер ғой. Ұстаз, негізі жалпы атеистерді көріп жүрміз ғой, сөйлеп жүрген әңгімелерін көріп жүріп, негізі қазақтарды қайда алып бара жатыр, негізі бұлар бұл әрекеттермен енді бекерден бекер жүрген жоқ, олар белгілі бір какой-то бір цель, мақсат бар секілді көрінеді да бізге. Муслим мен айтып отырмын ғой, бұлар просто өздерінің кайфовать етіп, қыдырып, зина жасап, клубта жүріп, арақ ішу идеясын ешкім оларға жоқ
демесін деген кейіппен бұлар логиканы жоққа шығару, Құдайды жоққа шығару арқылы жақсы жаман идеясын таңдау, айқындау, тоже идеясын жоққа шығарады ғой. То есть жақсы жаман идея жоқ болу керек олар үшін. Сол кезде олар өздерінің істерімен айналыса бере алады да. Анау кезінде пайғамбар саллаллаху мүшриктердің де қарсы шығуының әуелгі себептерін бірі деп осындай келтіреді ғой. Өздері үйреніп қалған істерінен айырылғылары келмегеннен кейін қарсы шықты дейді ғой. Ішіп жүр, оларға жақсы идея да ол, короче, Құдайдың болмауы, ақылдың қоспауы, жақсы жаман дегенді анықталмауы деген сияқты бұл күшті болып тұр да оларға, короче. Бірақ дұрыс емес қой, бұл негізі ақиқатты іздеген адам негізі ақиқатты қабылдау керек та, ол қаншалықты ащы болса да. Әрине дұрыс емес ол, мүлдем дұрыс емес. Негізі саналы адам ғылымды қоптайды. Мен жаңа айттым, неге ғылым болу үшін сен діндар адам болуың керексің. Қазақты десең, қазақ болам десең, жалпы ақылды адам болам десең, бұл мұсылмандық жолда енді. Басқа мен білмеймін, бауырлар, қандай жолмен жүресіңдер. Муслим жігіттер, жаңа Мойбоз, Тулат, Тәке, Муслим рұқсат болса мен нетейін. Болды. Алла разы болсын. Атеистерге сәлем айтамын. Болды енді, ысқақтыр, ақылтайларыңыз бетперделері шешілді деп ойлаймын. Бауырларыма Алла жеңілдік берсін. Негізі көп нәрсеге саласыздар. Мен сырттан байқап қоямын. Алла разы болсын. Амин. Ұстаз тағы да бір үшеде бір қоса кететін нәрсе бар да. Қараңыз, мысалға қазір біз өзіміздің қоғамда қазіргі уақытта мына атеистік көзқарас билеп жатқан Европа, Америкаларда мысалға осыдан 50-100 жыл бұрын мысалға ЛГБТ деген еркек пен еркек, әйел мен әйелдің қосылуы кәдімгідей порицать етілетін да, қоғамны жек көрінеді және қоғамда ол нәрсені кәдімгідей тәрк ететін қоғамдар Европаның өзінде, Американың өзінде. Бірақ мынау Европа мен Америкада жалпы айтқан кезде дін әлсіреген кезде мына атеистердің жалпы айтқан кезде несі алға шыққан кезде олар именно осы өздерімен бірге ЛГБТ-ны алып келіп қазір ол жақта мынау еркек пен еркек, әйел мен әйелдің қосылуы норма болып қалды да. Мен ойлаймын негізі мынау біздің қоғамда именно исламды құртқысы келіп жүргендер осы исламды құртып осылай жаңағыдай сол қалайсың бұл тобырлық бір нені алып келгісі келіп тұр да, жаңа ЛГБТ-ны тырпаламақ. Мен сіздерге айтайыншы, мына мен Шәкәрім туралы жазым бердім ғой, сол кезде Шәкәрімнің заманы туралы жазған кезде 1850, 900-ге дейін бар ғой жылдардағы да. Ресей патшалығы қазақ жерін толық отарлау несін қарап шықты да. Бұл Москвадағы Ломоносов кітапханасындағы архивте неті алып, жаңағы өтіп, сол кезде қарадық та. Ресей патшалығы қазақтарға өздерінің вроде кірген биліктің астына патшалығына, бірақ өздерінің биліктерін жүргізе алмай қойған ғой кірсе де. Неге десеңіз, бұлар коммуникация қазақтарда өзгеше болғанда ол көшпендер ғой. Қыста жаздық дейді, көшіп жүретін да. Бір әмір келетін болса, правительстводан оны жетем дегенше қиын да, өйткені қазақтар көшіп жүреді. Сондықтан да бұларды қиын болды жалпы бағындыруға. Сол кезде жаңағы генерал-губернаторлар тағайындалады, Түркістан генерал-губернаторлығына, кейін ол Сібір генерал-губернаторлығына қарады, Орынбор, сөйтіп жалпы бөлініп, алынып жүрген кезде Қазақстанның жеріне генерал-губернаторлар тағайындалып жатқан кезде жаңадан әр қайсы бір новый идеямен келіп отырды, қазақтарды қалай бағындырамын деген. Сол кезде каждый бір генерал-губернаторлар өздерінің бір немен алып келіп отырды, бағдарламасын. Сол бағдарламаны қарап шыққан кезде, білесіздер ма, бағдарламалардың барлығының ішінде бұларды исламнан ажырату керек. Негізі бізді ислама патша үкіметінің полын құртып жіберуінен, орыстармен бірге қосылып кетуден сақтаған бұл
ислам идеясы ғой. Өйткені анау білесіздер ма, ауылға кіріп келген кезде, баяғы заманда кіріп келген кезде, бұның етін жеме, бұл кәфір, мынандай сол идея бар ғой тұрған жалпы исламдағы орыстарға қатысты. Бұл орыс қой, бұл болмайды ғой деген идея исламдағы, жаңағы бұл мұсылман емес қой деген оны айтып, сол негізі ұстап отқан конкретно бөліп дейді, ғалымдар айтады. То есть бұлардың қазір патша өкіметінің негізгі мақсаттарының бірі исламды әлсірету. Сол исламды әлсірету арқылы негізі қазақтарды жеңіл басқару деген нәрселер болған. Тағы да көптеген нелер болған. Мысалы, сол кездегі бір генерал-губернатор істеп жатады, қазақтар қазір бізге мұқтаж тек медицинада. Енді қазақтар негізі бір жерін жыр баса, ит баса, медпункттарға келеді, сол кездегі тұрғылықты жерлерге. Сол кезде үстіп сынатта біз бұлардың қыздарын алып кетіп, барып анаяқта оқытамыз деген идеямен басқа новый санадағы қыздарды тұқым нелеріне жіберейік, қоғамдарына деген сияқты. Сол арқылы біз не етейік. Және тағы да бір бағдарлама бар, қажылыққа жол бар ғой, қажылыққа жолды қиындатайық деген. То есть исламнан алып тастамайық. Бір генерал-губернатор алдына келгенде исламды жоқ, құртамын деген кезде құрта алмай қазақтар көтеріліп, соның себебінен ол кішкене сол кездегі патшадан сөз естііп басқа генерал-губернатор келген кезде ол кішкене немен жұмыс істеді, ақылмен. Ол тұрып, жоқ, исламды қазақтардан полный алмайық, бірақ исламды өзгертейік деген. Ол қалай деген кезде, қажылық болмайды деп айтпайық, бірақ қажылықты қиындатайық жолын. То есть окошкадан окошкаға жіберейік сандалтып дейді, сен шығуың үшін деген сияқты. Сол кездің өзінде. Одан кейін жаңа идеядағы жастар бар ғой, салт дәстүр, былайша айтқанда дәстүрлі бір ислам, өзіміздің қалыптасқан ханафи мазхабы матурidi ақидасы, соны мойындамайтын басқа бір идеяда жаңаша туған бір исламды шығарғысы келетін жастарға қолдау көрсетейік деген. То есть былайша айтқанда қазақтарды осы құрту амалдары осылай жасалған ғой. Исламға қарсы соғыс болған ғой. Сондықтан айтпағым, қазіргі уақытта соны жасап жатқан адамдар, атеизм болмаса сондай, тура сол патша өкіметінің кезінде қазақтарға жасап жатқан идеясын тура соны қайталап жатыр. Бұл басқа идея жоқ бұл жерде деп ойлаймын мен негізі. Одан кейін ұстаз, бұл жерде бір сұрақ қойып жіберсек, уақытыңыз негізі қатты қар емес шығар. Айта бер. Негізі күтіп отыр бір адамдар. Жетіге ауысқанымда солда негізі онда тез бітіріп мен нете берейін. Бірақ айта бер, кім мұслим айта бер. Көбінесе негізі атеистің философтары болсын, жалпы дінге қарсы әңгіме айтып жүрген, жаратушыға қарсы әңгіме айтып жүргендердің көбісі мынандай нәрсе айтады. Құдай жаратушы, яғни ол адамның өзінің ойының проекциясы дейді. Бұл қаншалықты негізі дұрыс тұжырым. Мен қарадым, бұл просто тезис қана екен де, ешқандай артында ешқандай бір дәлел жоқ, логикалық тұрғыдан да, жалпы практикалық тұрғыдан ешқандай дәлел жоқ екен. Осыған байланысты бір-екі сөзіңізді айтып жіберсеңіз, және астындағы приматтарға тағы айтамын. Сендер шабарма, май шабақтар бізге қызық емессіңдер. Сендерге кіресіңдер, бір жарты сұрақ қоямыз, шығып кетесіңдер құдамызға. Бізге сендердің алдарына шығып жүрген лидерлерің керек болды. Бисмилля, айтып жіберсеңіз. Негізі муслим, бұл негізі рас жағы да бар. Негізі Шәкәрім атамыз айтады, Құдай тану үшін өзің таны дейді. Бірақ Құдайды тану үшін өзіңді тану деген идеясы бұл жаңағы олардың түсінгендей нәрсесі емес, бұл адамның өзінен шыққан бір ойын басында қалыптасқан бір тасауыр, жаңағы бір картина, сюрет мәселесінде болмаса біреуге бағынғысы келіп тұрған идея ретінде алуға болмайды, түсінік ретінде. Бұл жерде ғалымдарымыз айтады, негізі бұл шариғатта айтады, истидлалу бишахид алал ғаиб дейді. То есть көрінгенмен жоқ нәрсені табу. Мысалы, көрінгенмен жоқ нәрсені табу дегеніміз қалай? Мысалы, следователь бар ғой, свидетельдер анау. Егер бір убийство болатын болса, сол убийствоны олар немен табуы мүмкін? Тек қана дедукция ғой, то есть алдында өлік жатыр. Егер олар эмпирикалық әдіске сүйенетін болса, өлікті қарап тұра береді, болды ол. Ол тек қана логика арқылы жоқ убийцаны табуға шалады. То есть ол жоқты тек қана логикамен бекітіп алады. Ол убийцаны көреді, убийцаның қасында кім болды, ол қаншада болды, оның қасында кім болды, соны сөйтіп шығады да ол. То есть біздің күнделікті осы ақылымызды, дедукциямызды қолданып жүруіміз
негізі бүкіл әлемді қарап, өзімізге қарап, тура сол идеяда біздің де жаратушымыз бар идеясы осы қарап негізделеді да, негізі. Өзіңе танысаң, Алланы танисың деген идея. Одан кейін мысалы бұл ғалымдарымыз тағы да Алланың сипаттарын бекіту үшін қолданылады. Өзіңді танысаң, Алланы танисың деген сияқты. Ол қалай? Ол мысалы сипаттарды, мысалы мен егер білімді болып тұрсам, мен неге білімдімін? Өйткені білім деген сипат, качество болған себептен дейді. Бұны арат дейді шариғатта. Так, егер менің білімді болуым бұл арат деген сипаттан болатын болса, егер Алла тағала білімді десек, Құран білімді деп тұр, значит, ода арат білім деген сипаты бар деген идея тұрады да. То есть сол моменттерді қарай отыра Аллаға бекітеміз. Бірақ бұл любой нәрседе бізге қарап Алланы табу деген нәрсе емес. Бұл как, например, біздің қолымыз, аяғымыз, басымыз бар, демек Алланың да қолы бар, аяғы бар, басы бар деген идеяға көшуге болмайды. Бұл сондай дәлел, который шарттармен орындалады. Үкім айламен үкім арқылы шығасың ғой. Мысалы мен айтсам, каждый әлемдегі бір нәрсені істеуші бұл дене десем, негізі дұрыс па, дұрыс емес па, муслим? Қайтқан айтшы? Бір нәрсені істеген адам бір жасайды ғой, бір сен. Бұл дене, белгілі түрде дене ғой. Енді Алла тағала істеуші ма? Демек ол дене деген логикамен шығуға болмайды да ол. Жоқ. Бірақ мынандай логикамен шығуға болады. Мысалы, мен тірі болып тұрмын, ненің себебінен? Өйткені менде өмір деген качество тұр. Так, Алла тірі ма? Демек, ода өмір деген качествомен тірі дейді. То есть, качество тұрады ода. Именно сипаттар бекіту үшін да. Сондықтан айтпағым, бұл жерде бір белгілі ережелер бар, который сен өте аласың, өте алмайсың. Бұл енді жаңа өзіміздің бұл дінмен айналысып жүрген адамдар үшін қатты басты ауыртатын нәрсе жоқ. Бұл жерде біз бұның бәрін түсініп жату міндет емес, бірақ мынаны білу керек. Алла бұл әлемге ұқсамайды. Алла бұл әлемге ұқсамайды деген идеясын айтып кете салайын енді. Мынандай ғой, бұл жаңа салафит бауырларымызға да қатысты. Мұна кейбір может деистерге де қатысты болатын шығар. Мысалы біз айтатын болатын болсақ, Алла мәңгі ғой, Алла мәңгі. И және Алланың қолы бар дейтін болатын болсақ, значит біз қол дегеніміз біз үйреніп қалған бұл әлемде бұл көзге көрініп және жаралған нәрсе. То есть біздің түсінігімізде қол деген тек қана жаралған идеясында тұрады да. Енді сен қазір барасында мәңгіге барып жаралған қолды бекітетін болатын болсаң, каждый әлемдегі жаралған нәрсе белгілі бір информацияны алып жүреді өзімен. Ол қандай? Ол бір нәрсеге нұсқап тұрады. Ол өзінің жаралғандығына нұсқап тұрады. То есть любой әлемдегі бір нәрсеге барсаң, апельсин болса да, апельсин, ол апельсин және ол жаралған деген өзінің денесінде информация тұрады. Мен жаралғанмын деп. То есть оның шеңбер болуы, оның таусылуы, каждый дене әлемде бұл жаралғандығына информация беріп тұрады. Енді қазір қол деген жаралған болатын болса, және біз оны мәңгі Аллаға апаратын болсақ, бұл қолда негізі өзінің жаралған деген информацияға нұсқап тұру керек та. Енді Аллаға бекіткен кезде бұл жаралған деген қолда информация сақтаулы күйде қала ма, әлде ол информация жоқ болып кете ма деген сұрақ туындайды. Егер Аллаға апарған кезде қолы бар деген кезде, сен қолдың өзіне жаратылған деген информациясы жоқ болып кетеді деп айтатын болса, Аллаға қойған кезде, ондай болатын болса, қазіргі біздің қолымызда жаралған, мына қолдарымыз жаралған деген түсінік қалыптаспау керек, потому что одан жаралу деген информация кетіп қалғандай болады алдымыздан. Бірақ біз біліп тұрық қой қолдың жаралған екенін информация тұрғысынан, ондай болатын болса, қазір мәңгі Аллада, который жаралған, ол жаралуы мүмкін емес. Біз барамызда жаралған деген информация сақтап тұрған қолдап барып бекітеміз. Демек қазір жаралмаған, мәңгі дегеніміз бұл жаралмаған. Жаралған, жаралмаған деген нәрсені қосып тұрық та, бұл абсурд. То есть, былайша айтқанда, муслим өлі де, тірі де деп айтқан сияқты да. То есть, бұл жаралған, жаралмаған деген идея тұрады. Ол бұл... Түсінікті ұстаз, Алла разы болсын. Астында біраз адам көріп атқан жарыс 9-ға дейін күтейік, аналар қазір сосын жала жауып шығады деп атырды. Қалай қарайсыз? Муслим, олар келмейді, олар жала берсін. Кім жаңа ақылда шыққан, қашқан бала емес па жаңағы? Мен бүгін шыға алмаймын, анамна саған жазып бет? Иә. Жаз. Муслим істей саламыз ғой, егер келіп, мен келдім, давай шығуға дайынмын десе, сен аша саласың, кіре салам болды. Жарты сағат қана қапты да, ар жағында соны ойлап отқам ғой. Жоқ, оны
ой мен просто мына жақта адамдар күтіп тұр да сен егер келіп жатса мен кіргізе сал болды мен оны жаза сал мен келемін да былай бақылап отырамын ғой мен кіре саламын кімдер келсе бұл жерде тағы бағанағы сөзге бір қосып кететін бір тағы бір не бар еді рұқсат бола ма сол батысыңдар ау сендер уақыт иә жоқ мейлі болмаса айта бер даки мой болса айта бер айтып қой не қараңыз мысалға жаңа сіз енді тарихта біз қозғап кеттік қой сол жерде мысалға Ресей империясы болғаннан кейін бір билік атеисттер келді ғой атеисттер келген кезде атеисттер не істеді ең бірінші дінмен күресті да дінмен күресіп дін это опиум деді да религия это опиум деді да сөйтті да мысалға лениннің өзі 8 миллионнан 14 миллионға шейін адам қырып жіберді лениннің өзі 16 миллион адам қырып жіберді да мысалға қазақтың официально 4 миллионнан неофициально 6,5 миллион қазаққа шейін қырып жіберді да мысалға ше мына атеистердің мысалға сол сталиннің мынандай сөзі бар если умрет один человек дейді это трагедия дейді да если миллионы дейді да миллион адам өлсе дейді это просто статистика деген сөз бар да сонда атеистерде мынандай ұғым бар ғой человек это просто набор атомов дейді да набор атомов яғни адамның ешқандай несі жоқ та құны қасиеті жоқ та значит адам баласы өліп жатса просто так да өлді еще деген сияқты да бағана идея ғой ол олар ақылмен әділеттік әділетсіздік жақсы жаман деген бекіте алмай тұр иә то есть олар қазір сен барып біреуді өлтіріп жатсаң да олар ой сиыр болу керек қой короче қарап тұратын деп кететіндей да қасынан басқа өйткені тура ол сол басқа идея жоқ оларда сондықтан да олар қазір бізге моральность туралы әңгіме айта алмайды пайғамбар неге ондай пайғамбар неге сондай оның өзінің идеясы моральность вообще жоқ қой ода сондықтан да әңгіме айтқызбау керек деп жатырмын да оларға оның сенде моральность жоқ негізі хақы жоқ оны деп айтатын олардың иә сосын бар бұлар айтады да енді бізде мысалға исламда айтады ғой аллах тағала мысалы абай атамыз өзі айтады да махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй ол алланы жәннат тәтті дейді біздің неде дінімізде адамды алла тағала бір арнайы мақсатпен және оны бір махаббатпен жаратқан дейді енді атеисттер айтады человек это просто набор атом случайно пайда болған бір бәле дейді да и ол сосын бар тағы да сөз бар жаңағы сталиндік ше есть человек есть проблема нет человек нет проблемы дейді до такой степени радикализмнің көбісі негізі атеизмде да бұлар любой проблема шешу үшін дейді адамды өлтіре салу керек дейді да бұл өйткені оларға не жоқ қандай адамның құны жоқ та оларда ше енді былай қарап тұрсаңыз бұлар қазір ислам дінімен бір бүкіл жан тәнін салып күресіп жатыр да неше түрлі жала жауып жатыр басқа қылып жатыр жаңа бұрмалап жатыр аналогия мысалы аналогия орыстарда мынандай сөз бар ғой история циклична дейді да міне тарих қайталанып тұрады дейді да сонда қарасаңыз осыдан 100 жыл бұрынғы кімнің атеистердің істегенін қазіргі істеп жатыр да біздің қоғамда ше енді ертең мыналар билікке келетін болса олардың да артып кеткен бір нәрсе істеу иә соны мен мынандай мысалды келтірген жақсы көремін шәкірттерге мысалы бір атомный бомба тұратын болса оны басқан кезде сен бүкіл әлем болмаса бір Қазақстан кетіп қалатын бомбаның несінде тұрсың да сен кнопкасының алдында сөйтіп қайсысы тұрған жақсы күнәһар мұсылман ба әлде атеист па бірақ жақсы амал жасайтын егер күнәһар мұсылман болатын болса ол бәрібір де күнәһар кейде жасағанмен де оның жоғарыдан есеп алушы Алла деген идеясы басында тұр да ол ертең жауап беремін деген сондықтан ол ана қанша жан үшін бәрібір де тоқтайды ол бір тоқтатады оны бірақ ол қанша жақсылық жасап жүргенмен атеист болатын болса ар жағында бірдесе ұстап тұратын ол как мына сиыр сияқты ғой сиыр кеп анау кнопка тұрған кезде сиыр кеп му деп басып просто даже не жарылып жатқанын да қарамай өтіп кете беретін нәрсе ғой ол түк ұстамайды оларды ол айтып жатқаныңыз дұрыс ол ұстаз сұрақ қойып 9-ға дейін бірақ апарат секілдіміз ғой жоқ муслим мына жақта мына кісілерден ұят болып тұр негізі мен егер керек болса маған айта саласыздар мен шыға саламын бірақ олар келмейді нәрсе ғой Болды, ұстаз. Алла разы болсын. Алла разы болсын, ұстаз. Алла тағала күш-қуат берсін иншалла. Әмин. Әмин. Жаңағы айтатын маған сенудің қажеті жоқ. Мен адаммын ғой, мен кейде жеңем және ода тұрған ештеңе жоқ. Бұл жерде Алла идеясы бар ғой. Сондықтан да ол жаңа кейбір бауырларымыз андай нетіп жатыр да, о деп мен ойлап қоямын негізі мен пендемін деп.
Бәр ұлық, бүкіл мадақтың бәрі Аллаға тән ғой, иншалла. Жігіттер. Иә, Alhamdulillah. жақсы, жігіттер. Вот ұстаз біз ашып отырамыз 9-ға дейін ше. Кел отса. Маған бір жаза сал, болды, мен дайынмын, любой время. Вот WhatsApp-тан шыға саламын ғой сізге сразу. Сразу микрофон. Жақсы ұстаз, Алла разы болсын. Алла күш қуат берсін, Алла разы болсын. Жолығамыз. Чай ішейік ұстаз бір күні. Иншалла, шықсақ, болады. Сіз таппай қаламыз, Құдай.